Дархан Қуандығұлы, Анаға тағзым орталығының Шамшырақ фото-бейне студиясына қош келдіңіз. Сыр еліне біздің сырттан өзіңіз секілді қонақтар келгенде міндетті түрде сұхбат алып, сіздердің пайымды пікірлеріңізді жазып алып, әлеуметтік желіде тұрақты түрде жариялап тұруға осы студия жұмыс жасайды. Ең алдымен өзіңізді халық үнін еститін сенатор ретінде білеміз. Әлеуметтік желіде белсендісіз, қоғамда болып жатқан түрлі оқиғаларға өз пікіріңізді білдіріп, ойыңызды білдіріп, жариялап тұрасыз әлеуметтік парақшаларыңызға. Тұрғындар өзіңізге көбіне қандай мәселелер жолдайды? Анаға тағзым орталығының керемет әсер алдым. Өйткені сырдың өзі ана ұғымымен астасып жатыр. Сыр Алаштың анасы дейміз. Сырдың бойынан үлкен ұлағатты аналар шыққан. Мысалға Мұстафа Шоқай сынды тұлғалардың аналарын айтамыз. Одан басқа да Роза Бағланова және басқа да өте көптеген аналарымыз, қазақтың қайсар қыздарының есімдері осы сыр бойымен тікелей байланысты. Соның барлығы жинақталған керемет бір орталық екен. Жұмысына сәттілік тілейміз. Қазір кезеңде біз осы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы бойынша да бір жағы өңірлерде жүрміз. Сол өңірлерге сапар аясында да келіп отырмыз. Жалпы қазір кезеңде әлеуметтік желілер арқылы да әртүрлі ақпарат құралдары арқылы немесе тікелей байланыс арқылы елді мазалап отырған сауалдарды көбінесе тікелей байланыспен алып отырамыз. Олардың ішінде әртүрлі жағдайлар айтуға болады, әрине. Бірақ мен өзім жалпы гуманитария саласына, әдебиет, мәдениет, руханият, тарихқа жақын болғаннан кейін көбінесе осы салаларға өзім назар аударып, сол мәселелерді шешуге тырысып жүрем. Өйткені енді салалар өте көп, бірақ өзімнің жете түсінетін, өзім білетін және қолымнан келетін салаларға ерекше назар аударам. Көбіне қазіргі кезде мемлекет басшысы адал адам, адал табыс, адал еңбек тұжырымдамасын жиі айтып жүр. Біздің Анаға тағзым орталығы да осы Шамшырақ фото-бейне студиясында біз қарапайым еңбек аналарын насихаттаймыз. Бір шәугім шай бағдарламамыз бар. Сол жерде трактор шапаларымен 40 жыл шопан болған, одан бөлек күніне 90 сиыр сауған сауыншы аналарымыз сұхбат берді. Сізде ауылда туып, ауылда өскен адам ретінде қазір өзіңіз үлкен қалаларда жүрсіз, балаларыңыз ауылға жиі барып тұра ма? Сіз барып тұрасыз ба? Күрек ұстаймын. Ауыл деген жалпы бейнет, ауыл деген еңбек қой, енді бейнетсіз зейнет жоқ дейді. Мемлекет басшысының айтып жүргенде осы еңбек адамын тәрбиелеу, жалпы еңбекке деген құрмет. Сыр бойында да мына қаншама күрішшілер бар, өзіңіз айтып отырғандай сауыншылар. Бұның барлығы тынымсыз еңбек. Сондықтан жалпы біздің халқымызда өзі еңбекқор халық. Өйткені еңбек болмаса осынша жер, осынша ғасырлар бойы мынау ұлан-ғайыр далада тұрудан мүмкін емес. Сондықтан біздің жалпы мына дәстүрлі мына шаруашылықта дамыту бар, басқа бар. Ауылда жалпы жұмыс көп қой. Мен өзім ауылға жиі баруға тырысам, және балалармен бірге баруға тырысам. Көбінесе жай қарапайым сол қара шаңыраққа барып, соның тынысын сезіп, балалығымызды еске алып, мүмкін болатын болса, сол өзіміз қой жайған, күрек ұстаған, жаңағы шөп орған жерлерімізге барып, балаларымызбен ауылдың суына түскенде өзіміз құп көреміз. Себебі ауыл біздің өзегіміз, ол біздің тамырымыз, одан қол үзуге болмайды. Сол былайша айтқанда біздің тыныс тіршілігіміздің бір өзегі ауыл. Өзіңіздің балаларыңыз да еңбекке араласып тұрады? Иә, оларда мүмкіндігінше сол мектеп жасынан бастап, одан кейін жалпы мына еңбек дегеніміз қазір енді әртүрлі ғой. Мысалға креативті индустрияның мысалға салалары бар. Жалпы мына өзінің жұмысқа араласу, жаңағы балаларды осыған тәрбиелеуге тырысамыз. Бұл мәселеде жалпы енді жасайтын жұмыс көп. Негізі масылдыққа, абай айтқан қашық болатын жаңағы еріншек, бекер мал шашпақ, өсек өтірік сияқты жат әдеттерден аулақ болуға, оның орнына жаңағы адал азамат, абзал азамат, толық адам концепциясын айтуға, соны ең бастысы соған үлгі болуға тырысамыз. Өйткені тек қана айту емес, қазіргі кезеңде
ең жақсы құрал ол өзің соған үлгі болу, көрсету мүмкіндігінше. Көп рахмет. Бізге орталыққа келген әрбір мейман анаға тағзым орталығы болғандықтан өзінің анасына келе жатқандай әсер алдық деп анасы туралы міндетті түрде айтып жатады. Сізге өз анаңыздың қай қасиеті ерекше ұнайды? Үлгі тұтар. Мынау нүкте философиясында мен көп мақалалар ішінде анаға арналған, соның ішінде кітаптың өзі де анама арналған, анамның әзиз рухына арнаймын деп жаздым. Анам туралы әңгіме, мақалалар жазуға тырыстым. Болашақта кітап жазуда ойымда бар, себебі әрбір қазақ анасы сондай құрметке ие. Жалпы көз тірісінде аналарды бағалауымыз керек. Біздің аналарымыздың адалдығы ұнайды, аналарымыздың еңбекқорлығы, бейнетқорлығы, жаңағы осылардың барлығы адал бол деп бізді еңбекке баулыған сол аналарымыз. Сондықтан осы әсіресе мен мұнда да шаңырақ деген әңгімеде де жаздым. Біздің жастай өзі менің әкем ерте қайтыс болған. Сол 4 бірдей баласын жетелеп өсіріп, адал ас беріп, үлкен өмірге бізге қанат қақтырған анамызға біз мәңгі қарыздармыз. Көп рахмет. Бұйырса, бір айдан кейін осы орталықтың 1 жылдығын тойлағалы жатырмыз. Анаға тағзым орталығына 1 жыл өзіңіздің ізгі тілегіңіз, айтар сын пікіріңіз, ұсынысыңыз болса, біз әзірміз. Рахмет. Жалпы жаңа аралап шыққанда көрдік. Енді мемлекет басшысы үлкен баға берген екен. Сырттағы ескерткіш анаға тағзым орталығымен керемет үйлесіп тұр. Концепциясы керемет ұнады. Әсіресе қазақ аналары, оның арғы түпкі түркі дәуірінен Май анадан басталған сол тағылымдық мағынасы өте зор екен. Сондықтан жалпы біздің басқа өңірлерде осындай орталықтар көбірек ашылса деген біздің тілегіміз бар. Өйткені жалпы біздің тілімізде ана тілі деп айтамыз. Мысалы, біреулер туған тіл деп айтады. Мысалға, шешендік өнеріне байланысты бөлім бар екен. Біздің қазақтың ең мықты шешен ол Қарашаш анамыз, Жиренше шешенді қанша рет сөзден шыққан. Сол сияқты қазақта ру тайпалардың аты аналардың атымен аталады. Домалақ анадан тарайтын, Қызай анадан, Мұрын анадан тарайтын қаншама аналарым біздің ұрпақ бар. Бізде аналарымыз ел басқарған кешегі мына Шоқанның әжесі Айғаным сияқты, арғы Зарина Тұмар Ханшайымнан басталған. Бізде ең жақсы мына ескерткіштер анаға тұрғызылған. Айша Биби кесенесі болсын, немесе сонау Үндістандағы Тадж-Махал болсын. Бұлардың барлығы адамзат өркениетіне, жалпы түркі әлеміне, бүкіл жалпы мына әлемдік тарихқа біздің бабаларымыз берген бір үлес деп ойлаймын. Осы анаға құрмет. Қызды, жалпы ананы аялау, анаға құрмет көрсету, қызды төрге шығару, бұл біздің ежелден келе жатқан мына алтын арқау үзілмеген дәстүріміз. Бұл сол анаға құрмет, анаға тағзымның керемет бір орталығы екен. Жұмысына сәттілік тілейміз. 1 жылдығы құтты болсын, ондаған жылдарға жұмысын жалғастыра берсін. Көп рахмет. Биыл осы Қызылордаға келген сапарыңызда орталыққа арнайы келіп, аялдап, орталықтың ісімен танысқаныңызға қуаныштымыз. Қызылордадағы сапарымызды осы анаға тағзымнан бастап жатырмыз. Әлі біраз объектілер бар, бірақ бірінші осы анаға тағзым етейік деп осында келдік. Сіздерге де жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Көп рахмет, Дархан мырза. Дархан Қыдырәлі мырзаның нүкте философиясы еңбегімен танысқысы келетін оқырмандарымызға айтарымыз. Біз бұл кітапты орталықтың коворкинг кабинетіне қоятын боламыз, сондықтан міндетті түрде келіп кітаппен танысыңыздар. Сізге көп рахмет. Сапарыңыз жемісті болсын. Рахмет.